Assalamu alaikum туғандар. Барпы айлындағы құмшуағызды баштадық. Мұрдағы күн келіп, стәшкасын бүтіріп кеткенлік. Құмдарды төктілік өздіз, шакас қылып, электромонтажды қылып атағыз. Пока жиынтықта елекпіз, бирок бүткөн жерлеріне маяк қойып баштадық. Анда мен сіздерге бір обзор қылып көргөз берейін. Киргенде ушундай перехожка, андан кейін ушундай болгон холл, турудағы санөзел. Нердағы шундай қолға қошылып кеткен. Электромонтаждарыбыз ушундай болгон уровень болуп чыгып, тегиз болуп тартылып. Кимге ушундай электромонтаж кызматтары керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Ушул жерге кухня орнотулат. Электромонтаж жыйынтыкта элекпиз. Бүткөн жерлерибизде ушундай болуп маяк орнотуп атабыз. Спальня. Спальняда 4 точка. Жерден перегородка болуп кесек картон менен тосулат. Бул жагы подвал болот. Подвалга бир жетинен эле лестница болуп түшө турган болот. Муну пока куя элекпиз, эми куябыз. Лайк басып коюңуздар. Достор менен бөлүшүп койсоңуздар. Кимгедир керек болуп калышы мүмкүн ушундай кызматтар.